Бүгін Қазақстан халқының жанашыры ретінде айқай салғым келеді. Себебі халқымыздың 80%-нан жоғарғы ұл-қыздары энергетикалық сусындарға тәуелді болып келеді. Оның ішінде біздің дүкендеріміздің сөрелерінде тұрған қолжетімді бағадағы Горилла сусыны. Горилла сусынын күніге 2-3 құтысын ішетін ер ұлдарымыз баршылық. Осы энергетикалық сусынның адам ағзасына қаншалықты әсер ететіні туралы құлақ салыңыздар. Энергетикалық сусындар адамзаттың бұрыннан ойлап тапқан өнер табысы. Алайда олардың құрамындағы заттар жүйке жүйесін ынталандыру үшін бұрыннан пайдаланып келеді. Энергетикалық сусындар емтиханға дайындалып жүрген студенттерге, жұмысын уақытында тапсырып үлгермей жүрген қызметкерлерге, спорттық рекордтарға ұмтылған спортшыларға, шаршаған жүргізушілер мен түнгі клуб қыдырмаларына нағыз құтқарушы дос болды. Бір сөзбен айтқанда, шаршаса да өзін сергек сезінуі керек адамдарға арналады. Сусынның бір құтысынан бар шаршағаныңыз кетіп, ұйқы құсы басылып, жаңа әрекеттерге дайын боласыз. Энергетикалық сусындардың зияны жайлы естісек те, олардың нақты қандай зияны бар екенін біле бермейміз. Ал дүкендерде бұл ғажайып сусынның еркін таралуы мен қолжетімділігі денсаулыққа алаңдамауға болатындай әсері бар. Осы мәселе жайлы тереңірек зерделеп көрейік. Бұл сусынның артықшылықтары да бар. Энергетикалық сусындар көңіл күйді көтеріп, ой әрекетін жақсартады. Әркім өз қажеттіліктеріне орай энергетикалық сусын таба алады. Бұл сусындардың кейбірі кофеинге негізделсе, екіншісі дәрумендер мен көмірсуралдан құралған. Кофеинге негізделген сусындар түнде жұмыс істеп, сабақ оқитын студенттер мен қызметкерлерге арналған. Ал дәруменді көмірсулы сусындарды бос уақытын спортзалда өткізгісі келетін белсенді адамдарға пайдалануға мүлдем болмайды. Энергетикалық сусындар дәрумендер кешені мен глюкозадан тұрады. Дәрумендердің пайдасы бәріне мәлім. Глюкоза болса қанға тез сіңіп, қышқылдандыратын процестерге қатысады және бұлшықет, ми және де басқа маңызды мүшелердің энергиямен қамтамасыз етеді. Бір шыны кофенің әсері 1-2 сағат сақталады, ал энергетикалық сусынның әсері 3-4 сағатқа дейін. Оған қоса көптеген энергетикалық сусындар газдалған болып келеді. Бұл олардың әсерін кофеге қарағанда жеделдетеді. Құтысы да ыңғайлы болғандықтан энергетикалық сусындарды өзіңмен алып жүруге және кез келген жерде ішуге болады. Бұл да оның кофеден бір артықшылығы. Енді кемшіліктеріне баса назар аударайық. Бұл сусынды белгіленген мөлшерлемеге сай тұтыну қатаң талап етіледі. Максималды мөлшер күніне 1 немесе 2 құты. Мөлшерден асыру қан қысымының немесе қан құрамында қант деңгейінің көтерілуіне әкеп соғуы мүмкін. Энергетикалық сусындар Франция, Дания және Норвегияда ресми түрде рұқсат етілмеген және дәрі ретінде тек дәріханаларда сатылады екен. Энергетикалық сусындардың құрамындағы дәрумендер мультидәруменді кешенді алмастыра алмайды. Жүрек аурулары бар гипо немесе гипертониямен ауыратын адамдарға энергетикалық сусындарды тұтыну құпталмайды. Энергетикалық сусындар ағзаны энергиямен қамтамасыз етеді деген тұжырым дәлелсіз.
Сусында ешқандай энергия жоқ. Ол тек энергия қоздырушысы ғана. Яғни біз өз энергия қорымызды пайдаланамыз. Қысқаша айтқанда, энергияны өзімізден қарызға ала тұрамыз. Алайда ерте ме кеш пе бұл қарызды шаршағандық, ұйқысыздық, ашушаңдық түріндегі пайызбен қайтаруға тура келеді. Басқа да ынталандырушылар сияқты энергетикалық сусындардың құрамындағы кофеин жүйке жүйесін әлсіретеді. Оның әсері 3-5 сағат сақталады. Бұдан кейін ағзаға демалыс қажет. Сонымен қатар кофеинге адам тез әуестенеді. Глюкоза мен кофеиннен тұратын энергетикалық сусын жас ағза үшін өте зиян. Көптеген энергетикалық сусындардың құрамында көп мөлшерде В дәрумені болады. Ал бұл жүрек соғысын жиілетіп, аяқ-қолдардың дірілдеуіне себеп болуы мүмкін. Фитнес жанкүйерлері кофеиннің несеп айдағыш қасиеті жайлы жақсы білуі тиіс. Яғни, жаттығудан кейін энергетикалық сусын ішуге болмайды. Өйткені жаттығу кезінде ағза онсыз да көп сұйықтық жоғалтады. Бұл сусындардың құрамында таурин бар. Таурин қажетті мөлшерден бірнеше есеге асып түседі. Ал 2 құты сусындағы таурин мөлшері күнделікті нормадан 500 есеге көп. Бұл ағзаға қалай әсер ететіндігін ғалымдар әлі белгісіз екенін айтып отыр. Сондықтан таурин мұндай жоғары мөлшерде пайдалану қауіпсіздігі әлі анықталмаған, әлі де зерттеулерді қажет етеді. Байқағанымыздай, артықшылықтарынан кемшіліктері көп. Дегенмен, әр адамның өмірінде энергетикалық сусынға жүгінуге тура келетін кездер болады. Мұндай жағдайда ағзаңызды қорғау үшін сусынды тұтыну ережесіне мұқият оқыңыз. Энергетикалық сусындарды тұтыну ережелері төмендегідей бола алады. Кофеиннің 1 күндік мөлшерін асырмауға тырысыңыз, яғни 2 құтыдан көп ішпеңіз. Сусынның әсері тарқаған соң ағзаға күш жинау үшін ағзаңызға демалыс беріңіз. Спорттық жаттығулардан кейін энергетикалық сусындар мүлдем ішпеңіз. Бұл кезде бұл сусындар адамның қан қысымын жақсы көтереді. Энергетикалық сусындарды жүкті әйелдерге, балаларға, жасөспірімдерге, егде адамдарға, гипертониядан зардап шегетін, жүрек-қан тамырлары ауыратын, глаукома, ұйқысы бұзылған, тез қозғыс және кофеинге сезімтал адамдарға тұтынуға тыйым салынады. Кофеин қаннан 2-3 сағаттан соң шығады, ал кейде тек жартылай. Сондықтан осы уақыт аралығында энергетикалық сусындарды кофеинді шай, кофе, басқа сусындармен араластыруға болмайды. Әйтпесе мөлшерді асырып жіберу қаупі артады. Көптеген сусындар мол калориялы. Энергетикалық сусындарды жаттығу алдында тұтынған жөн. Ал егер сіз салмақ түсіру үшін емес, жай ғана жаттығулар жасаңыз, онда жаттығулардан кейін де ішсеңіз болады. Энергетикалық сусындарды ешқандай жағдайда ішімдікпен араластырып ішуге болмайды. Кофеин қан қысымын көтереді, ал ішімдік оның әсерін одан сайын арттырады. Нәтижесінде гипертониялық кризиске ұшыратуы әбден мүмкін. Дәрігерлердің пікірінше энергетикалық сусындар дәруменді кофе алмастырғыш тек денсаулыққа қауіптірек. Басқа өнімдерді, жемісті шырындар мен глюкоза ағзаға дәл осылай әсер етеді. Сондықтан оны ішу не ішпеу өз еркіңізде. Дегенмен, қазақ халқымыздың денсаулығы мықты болу үшін ешқашан бұл сусындарды пайдаланбағаныңызды қалар едім. Видеом пайдалы және ұнаса, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Сіздерге бұдан да жақсы видеоларды ұсынуға тырысамын.